Сәлеметсіз, менің аты-жөнім Бақшарылдан. Шамшақ ұлттық мектебінде оқимын. Қыса келген ғылыми жұмысының тақырыбы бүркіт еркіндік пен айбындылық символы деп аталады. Мақсаты бүркіттің қызыл кітапқа ену және еліміздің туындай бейнелену себебін, себеп факторлары мен қорғау жолдарын зерделеу. Міндеттері: бүркіт туралы зерттеулермен танысу, бүркіттің бітімі, түрі, тұрмыс ерекшеліктерімен жете танысу, бүркіттің сиреп кетуіне әкелген негізгі факторларды анықтау, бүркітті қорғау, қамқорлыққа алу, көбейту бойынша ұсыныстар беру, нәтиже немесе жоба қорытындысы. Бүркіттің өмір тіршілігі, экожүйедегі және қазақ халқы түсінігіндегі мәні анықталды. Бүркіттің өзге жыртқыш құстардан айырмашылығы, Қазақстан Республикасының туындай бейнелену мәні айқындалды. Бүркітті Қазақстанда сиреп кету себептері ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып анықталып жіктелді. Бүркітті қорғау, көбейту, қамқорлыққа алудың қазіргі амалдары ұсынылды. Тақырыпты зерттеу нәтижесінде Қыран бүркіттің реабилитациялық орталығының макеті жасалынды. Қыран бүркіттің реабилитациялық орталығының сол жағында қабылдау бөлімі бар. Келесі нысан құстар аймағы. Оның жанында операция бөлімі бар. Келесі нысан қойма. Сол жерде азық-түлігі және тағы да басқа қажетті заттар сақталды. Келесі нысан дәріхана. Ол құстар клиникасы. Сол жерде дәрігердің кабинеті бар. Келесі нысан дәріс залы. Сол жерде дұрыс күтім жасау бойынша ақпараттар беріледі. Орталығының ең соңғы нысаны реабилитациядан кейін құстардың ұшып шығуға арналған алаң.